Қайырлы кеш менің арнамның көрушілері мен тіркелушілері. Бүгін сіздерге шпинаттың пайдасы туралы айтатын боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Шпинат жасыл жапырақты көкөністердің арасындағы жұлдыз. Оның артықшылықтары сізді таң қалдыруы мүмкін. Шпинатта фолий көп. Бұл витамин нәрестелерде жұлын бифидасы сияқты жүйке түтігінің туа біткен ақауларының алдын алады. Сондықтан сіздің дәрігеріңіз жүкті болсаңыз фолий қышқылын қабылдауға кеңес береді. Сіз сондай-ақ шпинаттан В6 витаминін аласыз. Бұл сіздің нәрестеңіздің миының құрсақта және туылғаннан кейін дамуы үшін маңызды. Шпинат бейорганикалық нитрат көзі. Ол жүрек ауруына шалдығу мүмкіндігін төмендетеді. Зерттеулер көрсеткендей, қан қысымын төмендетіп, тамырларыңызды қатайтады. Басқа да артықшылықтарымен қатар, сіз сондай-ақ шпинаттан калий аласыз. Бұл сіздің жүрегіңіздің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Шпинат маскалары терінің күйін жақсартады. Олар сау көріністі қалпына келтіреді, қабынуын жеңілдетеді, әжімдерді тегістейді және теріні сергітеді. Шпинат темірдің вегетариандық көзі. Денеңіздің әртүрлі аймақтарына оттегіні жеткізуге көмектесу үшін қажет минерал. Егер сізде темір аз болса, сізде темір тапшылығы анемиясы пайда болады. Бұл жағдай сізді әлсіздікке, бас айналуға және тыныс алудың қиындауына әкелуі мүмкін.